Достар, баршаңызға сәлем. Менің жаттығуымды жасап жүр деген ойдамын. Ал енді бүгін үшінші жаттығуымыз, ол біздің мұрынға арналған. Мұрнымыз уақыт өте келе тартылыс заңына байланысты осылай астыға түсе беретін болады. Және мынау бұлшықеттер босаңсып, ол былай жайылатын болады. Осы мұрынды орнына, қалпына келтіру үшін, және мына жерде бізде хрящ пен хрящтың мына жағы бәрі бұлшықетпен байланысқан. Соны орнына келтіру үшін осы жаттығуды жасауға кеңес беремін. Жаттығулардың бәрі оңай және жеңіл. Алдымен қолыңызды жуып алғаныңыз дұрыс. Ал кеттік, жаттығуымызды бастайық. Осы сұқ саусағымызды алып, мұрынның астына мынау хрящқа қоямыз. Осы хрящқа қойғаннан кейін саусақпен мұрынды үстіге көтереміз. Ал саусақпен мұрынды көтергеннен кейін мынау үстіңгі ернімізбен оны астыға тартуға тырысамыз. Солай 20-ға дейін санауымыз керек. Баршаңызға түсінікті деп ойлаймын. Менімен бірге қайталаңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Мұрынды саусақпен көтерген кезде бүйтіп мына жерде стрелка болатындай қатты көтермеңіздер. Тек қана үстіге 1, 2, 3. Осылай түсінікті деп ойлаймын. Бұл жаттығуларды каждыйын күнде жасау керек болады. Әрбіреуін талдап, әрбіреуін сіздерге көрсетіп жатырмын. Сіздерге барынша түсінікті және қарапайым болсын деген ниетпен. Сол қыздар, осылай жас айырмашылығына қарамай барлығыңыз упражнение жасасаңыздар, беттеріңіз тартылып, бұлшықеттер орындарына келіп, сұлу боласыздар. Және де косметологтың көмегіне жүгінбейтін боласыздар. Сол. Барлығыңызға менімен болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Ертең кездескенше жаттығуларды өткізіп алмаңыздар. Маған лайк басуды ұмытпаңыздар, және де менің каналыма тіркеліңіздер.